Ağlarмысың асылдым. Сәлем сүйкімді көрермендерім. Жалпы болжам қарап жіберейік. Түстеніп отырсаңыздар, ішіп жатқан асыңыз дәмді болсын. Ер азаматыңыздың жоспарын көрейік. Жалпы болжамға хабарласа ма, кездесесіздер ме, және тоқ етер шешімі ер азаматыңыздың. Бұл жерде хабарласпақ түгілі, бұл жерде бірден сізге есігіңіздің алдына келеді. Асығыс үсігіс келатыр. Ол сізге жазбайды, звондамайды, тіке есігіңіз қағады. Танитын шығар, сен танисыз ба? Танисыз ғой, бұрыннан танисыз. Бір рет айырылысып қайтып қосылғансыздар ма? Тоқ етер, не, қандай жоспары бар енді? Сөйлесем дейді. Не айтпақшы сонда? Жақсы көрем дейді. Төтесін енді. Ішкі сезімдерін айтады екен. Жүрегінің түбіндегі. Пах шіркін. Бұл жерде енді ашық әңгімеге дайын болыңыз. Отбасы жөнінде әңгімелерін айтады. Өзінің кішкентай балалық шағындағы осындай болған. 90-шы қиын қыстау замандар, сондай нансыз қалған, біз ертең екеуміз қосылсақ салық төлей алмай қаламыз, нансыз қалып кетуіміз мүмкін. Етсіз тамақ жасай аласың ба, жоқтан бар жасай аласың ба? Кетеді мына жерде бүкіл. Мен ата-бабам аштық көрген, соғыс көрген, үйткен, сөйткен, бүйткен, бүкіл жаралы сезімдерін бәрін жырлайды ғой мына жерде. Кәдімгі терме шай ет асып қойсаңыз, екеуіңіз сорпа ішіп, мына жақта түнімен айтылатын әңгімелер ғой мына жерде. Бірақ сізге ұнайды ол ер адам. Тоқ етері бұл жерде үй болуы ең қорытындысы. Үй боласыздар бұл жерде, өте тамаша үй боласыздар. Онда жоқтан бар емес, бұл жігіт бәрін жасап береді сізге. Енді қабыл алыңыздар.